Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видеода ағзаны тазалайтын қол жетімді тағамдар туралы айтылатын болады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаса кетіңіздер. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі дейді дана халқымыз. Алайда бауырымыз бүтін, басымыз аман болу үшін салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс тамақтануымыз қажет. Біз бүгін сіздерге ағзадағы зиянды қоқыстан қалай құтылу керектігін айтқымыз келіп отыр. Өйткені қазіргі кезде тұтынып жүрген тағамдардың құрамында зиянды зат көптеп кездеседі. Ал оның кесірінен ауруханаға түсуіңізде әбден мүмкін. Сондықтан ағзаңыздағы артық заттарды тазалайтын келесідей тағамдармен таныс болыңыздар. Қызылша бұл көкөністің құрамында жасұнық, бал, фосфор, С дәрумені және көптеген пайдалы қышқылдар кіреді. Олар ас қорыту жолдарын жақсартып, ішектегі шіріткіш бактерияларды өлтіреді. Қызылша тек асқазаныңызды ғана тазалап қоймай, оны фолий қышқылы мен кремний тотығының көмегімен жақсартады. Оны борщқа қосып немесе салат жасап, сырыншы қысқа салып, сусынын қылып ішсеңіз де болады. Шалқан тәрізді пияз жуанның басты компоненттерінің бірі эфир майында сақталатын фитонцидтер болып табылады. Олар бактериялар мен тері ауруларын алдын алады. Сонымен қатар жуа ас қорыту жолдарын жақсартып, тамаққа деген тәбетіңізді ашады. Оны әртүрлі салатқа қосып тұтыныңыз және одан бетіңізге маска жасап безеулерден құтыла аласыз. Сарымсақтың бір кішкентай бөлігінің өзінде тамырыңызды тазартып, холестерин мөлшерін азайтатын және ми қатерлі ісігіне қарсы күресетін 400-ден астам пайдалы элемент бар. Оған қоса сарымсақ асқазан жарасын жойып, ішек құрттарды өлтіреді. Дифтериялық және туберкулез таяқшаларын болдырмауға көмектеседі. Оны үгітілген күйінде тұтынғаныңыз дұрыс. Ақбас қырыққабаты бұл қырыққабаттың құрамында кіретін тағам талшықтарының арқасында ағзадағы қоқыстардан оңай құтыласыз. Сонымен қатар қырыққабатта ас қорыту жолдары мен микрофлораны реттеуге әсер ететін органикалық қышқылдар бар. Ал сирек кездесетін У дәрумені асқазанның ойық жарасына қарсы күреседі. Оны балғын және ашыған түрінде тұтыныңыз. Алма. Бұл жеміс түрі ағзадағы қоқысты шығаратын пектин және жасұнықтың көмегімен барлық ас қорыту жолының жұмыстарын жақсартады. Алма тәбетіңізді ашып, іштің жүрмей қалуына жол бермейді. Оны көбіне қабығымен және үкіштен өткізіп жеңіз. Сосын алмадан компот жасап ішкен өте пайдалы. Жоғарыда аталған тағамдар жайлы менің каналымда көптеген видеолар бар. Олардың ағзаға пайдасы және зияны туралы айтылған. Видеоның астында сілтемесін қалдыратын боламын. Бұл тағамдар сіздің ағзаңызды әртүрлі аурулардан құтқарып, зиянды заттарды сыртқа шығарады. Егер көңіл күйіңіздің көтеріңкі, деніңіздің сау жүргенін қаласаңыз, бұл жемістер мен көкөністерді өзіңіздің ас мәзіріңізге қосып қойыңыз. Ал егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыз.